Бүгін Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамы облыстық филиалы журналистерге арнап пресс-тур ұйымдастырды. Мемлекеттік бағдарламалардың игілігін көрген кәсіпкерлік нысандарының жұмысымен таныстырды. Мәселен, Орал қаласындағы Талап медициналық орталықтар желісі Даму қоры арқылы қымбат медициналық қондырғыға қол жеткізген. Орал қаласындағы Талап ауруханасы биыл Даму қорының қолдауымен заманауи магнитті резонансты томографқа қол жеткізген болатын. Медициналық ұйым қымбат қондырғыны сатып алу үшін қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы арқылы жеңілдетілген несие алған. Қазір несиенің бір бөлігі үкімет тарапынан субсидиялануда. Бұл мекемеге несиені 15%-бен берсе, соның 6%-ын жаңағы ауа талап төлесе, 9%-ын фонд Даму қоры жаңағы субсидиялайды. 1,5 теслалық кең өрісті Siemens магнитон томографы еліміз бойынша әзірге тек Орал қаласында ғана. Басты артықшылығы талдау нәтижесінің дәлдігі 100%, әрі уақытты үнемдейді. Көп жерде жасалмайтын сондай нелер жасаймыз. Брюшной полость, іш құрылысы, бас, бел, омыртқалар, сондай мүмкіндік. Өңірде жыл басынан бері Даму қоры арқылы жалпы құны 7 миллиард теңгені құрайтын 103 жоба жүзеге асқан. Динар Жұмабекқызы, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.